Ассалаумағалейкум қазақтарым. Мына видеодағы шайтанның шатпырағын көріп, сіздерді ескертуді жөн көрдім. Ұлтырақты етікке салмай тұрып, алдыңғы ұшын жол бағытына қараған басын тіліп, жолын ашу ырымын жасайды. Сонымен бірге қойдың басын үйіткеннен кейін де маңдайын қосу белгісінде тіліп жолын ашады. Жауырынның етін жегеннен кейін де жолын ашады. Бірақ жауырынды кеште не жаңа өлім шыққан үй болса, жолын ашпайды. Бас киімді кез келген жерде тастамайды, аяққа баспайды, астына басып отырмайды, аяққа кимейді. Олай жасаса, бастан бақтаяд, бас ауруына тап болады. Ер адам әйелдің киімін кимейді, жаулығын басына салмайды. Олай жасаса, еркектігінен айырылады. Бас киімді айырбастамайды, өйткені басындағы бағы кетеді. Бас киімін сатуға да болмайды. Бөтен адамға бас киімін бермейді. Олай жасаса, адам басы кемейді. Бас киімін сыйлауға да. Осы видеода айтылған ырымдар мен көптеген қазақтың ырымдарының бәрі де бізге ислам діні келмей тұрған кезде, қазақтар не болса соған сиініп жүрген кездерінде шайтанның шығарып берген шатпырақтар болып табылады. Сондықтан да біздің дүмше мүфтилер мен дүмше имамдардың ислам дініне қазақтың ырымдары мен салт дәстүрлері қайшы келмейді деген сөздеріне сенбеңіздер. Біздің тағдырымыз, өміріміз, істеген істеріміз бәрі де тек жалғыз Аллахтың Лаухул Махфуз деген кітабында жазылған тағдырымыз бойынша ғана болады. Құранда шіріген жапырақтың өзі бұтақтан, Аллахтың рұқсатынсыз жерге түспейді деп жазылған. Жаңа видеода айтылған ұлтырақ немесе қойдың жауырынына пышақпен кесіп тастасаңыз, не отқа жағып жіберсеңіз, күл болып жанып кетеді, түгі қалмай. Олар адамдардың жолын қалай ашпақ, егер олар өздеріне өздері көмектесе алмайтын болса? Ойласаңыздаршы, қазақтарым-ау. Абай атамыз айтқандай, жаратушы тұрғанда жаратылғаннан көмек сұрап сіздерге не болған? Ырымның бәрін шайтан шығарған, білімсіз, сауатсыз, көздері соқыр надан адамдарға. Сондықтан көмекті шайтаннан емес, бүкіл әлемді бізбен бірге жоқтан бар қылып жаратқан жалғыз Аллахтан ғана сұраңыздар.